Ұйқының сал ауруы дегеніміз не? Бұл туралы мен түк те білмейді екенмін. Ұйқының сал ауруы бұл біз не болып жатқанын білетін, бірақ уақытша қозғала алмайтын немесе сөйлей алмайтын жағдайдағы күй. Бұл әдетте көздің жылдам қозғалысы КЖQ кезеңінде кенеттен оянғанда пайда болады. КЖQ дегеніміз не? Негізінен ұйқының 4 кезеңі бар. Олардың бірі көздің жылдам қозғалу фазасы. Яғни КЖQ. Бұл кезеңде біз түс көреміз. Зерттеушілер КЖQ-ға кірген кезде екі химиялық зат, глицин және гамк бұлшықеттеріміздің қозғалуына мүмкіндік беретін мидағы жасушалардың белсенділігін өшіреді деп болжайды. Мәссаған, бұл өте жаман екен ғой. Жоға, шын мәнінде бұл пайдалы. Өйткені сал ауруына шалдыққан бұлшықеттер көрген түсіміздің шындыққа айналуына жол бермейді де, біз жарақат алып қалмаймыз. Алайда, кейде біз КЖQ кезінде кенеттен оянып кетеміз. Ал егер сол кезде глицин мен гамк әлі де белсенді болса, біздің санамыз ояу болса да, уақытша қозғала алмаймыз. Бұл ұйқының сал ауруы деп аталады.